Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен жұлдыз жорамал жайлы айтамыз. Астрологтар 2020 жылы кімдер қаржылық қиындыққа тап болатынын болжады. Мамандардың айтуынша 4 жұлдызнама белгісін қаржылық қиындықтар күтіп тұр. Олардың бірі таразылар. Астрологтар таразыларға 2020 жылы ақшаға мұқият болуды айтады. Ақшаны барынша үнемдеп жұмсауға кеңес те береді. Жаңа жылдың алғашқы айларында тәуекелге барып, ірі көлемде сауда жасаудың қажеті жоқ. Қоян жылында мергендер ақшаның азаюынан қатты қиналады. Әсіресе керексіз заттарды сатып алудан аулақ болу қажет. Маңдай термен тапқан ақшаңыз бір уақытта желге ұшып, дымсыз қалуыңыз мүмкін. Сондықтан нақты өзіңізге не керек екенін анықтап алыңыз дейді астрологтар. Сондай-ақ мамандар арыстан белгісіндегі жандарға қызметтік мансаптық жолды реттеуді ұсынады. Қазіргі жұмыс орындағы жалақы ештеңеге жетпей, кредит пен ипотека төлеусіз қалуы мүмкін. Жақындарыңыздан қарыз алуға асықпаңыз, дер кезінде қайтара алмауыңыз мүмкін. Астрологтар бұл белгідегі адамдарға қызмет ауыстыруға кеңес береді. Қоян жылы егіздер үшін де қаржылық қиыншылықтар алып келмек. Әсіресе жыл басында ірі шығындар шығарын ескертеді. Бұл белгідегі адамдарға өз күші мен сәттілікке сену керек. Десе де бұл мәселені толық шешпеуі мүмкін.